Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі математика сабағын бастайық. Жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабақты пысықтайық. Өткен сабағымызда 100-ге дейінгі сандарды санап үйренгенбіз. Біз экрандағы кестеге қарайық. Кестедегі қызыл, көк меңзердің астында қандай сандар бар? Балалар, назар аударып қараңдар. Қызыл меңзердің астындағы сандарды кішісінен үлкеніне қарай санайық. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97. 7-ден бастап 10-10-нан арттырып санадық. Көк меңзердің астындағы қандай сандар бар екен? Біз үлкеннен кішіне қарай санайық. 94, 84, 74, 64, 54, 44, 34, 24, 14, 4. Біз 10-10-нан кемітіп санадық. Экраннан неше ондық, неше бірлік шықты? 5 бірлік, 3 ондық, немесе 35. Мұғалімдерің бір ондық қосатын болса, неше болады? Өте дұрыс. Балалар, неше болады? 45. Экранда келесі санға қарайық. Неше ондық, неше бірлік бар екен? 2 бірлік, 5 ондық, немесе 52 саны. Мұғалімдерің 52-ден 2 ондықты азайтсын. Неше қалады? 5 ондықтан 2 ондықты азайтсақ, 3 ондық, 2 бірлік қалады. Яғни 32 деген сан шықты. Экрандағы келесі санды қарайық. 13, 17, 49. Бұл сандар қандай бүтін ондыққа жақын екенін сан түзуіне белгілеп көрейік. 13 саны 10-ға жақын ба, 20-ға жақын ба? 13 саны 10-ға дейін 3 бірлік, 20-ға дейін 7 бірлік қашықтықта. Олай болса, 13 саны 10-ға жуық екен. Өткен сабағымызда 13 санын қалай шамаладық? 13-тен астам деп шамалағанбыз. Өте дұрыс. 17 санын белгілейік. 17 саны 10-ға жақын ба, 20-ға жақын ба? 17 саны 20-ға дейін 3 бірлік, 10-ға дейін 7 бірлік қашықтықта. Олай болса, 20-ға жуық екен. Солай ма? 17 санын шамалап айтсақ, қалай айтамыз? 20-ға жуық деп айтамыз. 49 санын белгілейік. 49 саны 40-ға жақын ба, 50-ге жақын ба? 49 саны 40-ға дейін 9 бірлік, 50-ге дейін 1 бірлік қашықтықта. Демек, 50-ге жақын. Шамалап айтса 49 санын 50-ге жуық деп айтамыз. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Экрандағы заттарға қарайық. Бұл заттарды сатып алу үшін бізге не қажет? Өте дұрыс, бізге ақша қажет. Мұғалімдерің тақтаға 20 төгірік және 50 төгірік ақшаларды жапсырды. Экрандағы бағасы 20 төгірік, 50 төгірік тұратын заттарды сатып алуға болады. Басқа қандай ақша сомаларын білесіңдер? Мен сендерге ақшаларды таныстырайын. Мынау 1 төгірік. Мұғалімдерің 1 төгірік деп жазылған сөздің астына 1 төгірікті жапсырайын.
Мынау 5 төгүрүк. Ал мынау 10 төгүрүк. Мынау 20 төгүрүк. Мынау 50 төгүрүк. Мынау 100 төгүрүк. Мұғалімдерің ақша сомаларын азынан көбіне қарай орналастырды. Енді мұғалімдермен бірге оқыңдар. 1 төгүрүк, 5 төгүрүк, 10 төгүрүк, 20 төгүрүк, 50 төгүрүк, 100 төгүрүк. Бүгін сөздік қорымызға төгүрүк деген сөзді қосып алдық. Енді біз ақшаларды салыстырайық. Жүз төгүрүктің сол жағындағы орналасқан ақшалар 100 төгүрүктен аз. 100 төгүрүктің қасына 50 төгүрүкті қояйын. 100 төгүрүк пен 50 төгүрүктің қайсысы үлкен? 100 төгүрүк үлкен. Енді 20 төгүрүкті қояйын. 20 төгүрүк 100 төгүрүктен үлкен бе, әлде кіші ме? 100 төгүрүктен 20 төгүрүк кіші. 5 төгүрүктен үлкен ақшаларды табайық. 5 төгүрүктен үлкен 10 төгүрүк. 50 төгүрүк бар екен. Және 20 төгүрүк бар екен. Тағы 5-тен үлкен 100 төгүрүк бар. Енді мұғалімдерің ақша сомаларын паршалауды көрсетсін. 20 төгүрүк, 10 және 10. 20 төгүрүк 2 ондық төгүрікпен паршаланады. Енді 10 төгүрүкті паршалайық. 10 төгүрүк 5 және 5. 5 төгүрүкті 2 бестік төгүрікпен паршалауға болады. Енді дәптерлеріңе белгілеп алыңдар. 10 төгүрүкті 10 деп жазайық. 2 5 төгүрүкті 5 деп жазайық. 20 төгүрүкті паршалайық. Қалай паршалаймыз? Мұғалім 10-дықпен паршаласын. 20 төгүрүкті 10 деп 20 төгүрүк. 20 төгүрүк 2 ондық төгүрікпен паршаланады. Сендер дәптерлеріңе жазып алыңдар. Он төгүрүгіміз неше бірлік төгүрікпен паршаланады? 10 төгүрүгіміз 1 төгүрікпен 10 болып паршаланады. Олай болса, 20 төгүрүгіміз 1 төгүрікпен неше болады? 20 төгүрік 1 төгүрікпен 20 болып паршаланады. Енді 50 төгүрікті қалай паршалауға болатын көрейік. Мұғалімдерің 50 төгүрікті паршалап көрсетсін.
50 төгүрүктү 2 20-лыкпен және 1 10-лыкпен башалады. Буну санмен жазайык. Екі 20-лык 1 10-лык. Енді жүз төгүрүк қалай башаланады? Ойланайыкчы. Жүз төгүрүк 50 және 50. Жүз төгүрүктү 2 50-ликпен башалауга болады. Жүз төгүрүктү 20-лыкпен парчаласак 5 20-лык болады. Дәптеримизге жазып алайык. Біз акча соммаларын башалап үйрөндүк. Енді акча соммаларын кесектейик. 5 төгүрүккө 5 төгүрүктү коссак 10 болады. 10 төгүрүккө 10 төгүрүктү коссак 20 төгүрүк болады. 20 төгүрүккө 20 төгүрүктү косуп, оған тагы 10 төгүрүктү коссак 50 төгүрүк болады. Кайталап окуп көрейик. 20-га 20-ны косуп, оған 10-ду коссак 50 болады. 50 төгүрүккө 50 төгүрүктү коссак 100 төгүрүк болады. Мугалимдерин тактага 20-лык акчаларды жапсырсын. 20, 40, 60, 80, 100. 5 20-лыгымыз 100 төгүрүк болду. 2 50-лик акчаны 100 төгүрүкпен кесектеуге болады. 5 20-лык акчаны 100 төгүрүк болдуруп кесектеуге болады. Балалар, оң колумда канча акча бар? Сол колумда канча акча бар? Оң колумда 20 төгүрүк, сол колумда 30 төгүрүк. Барлығы қанша ақша болды? 5 ондық, яғни 50 төгүрүк болады. Мұны дәптерлеріңе жазып алыңдар. Отыз төгүрүккө 20 төгүрүктү кошканда 50 төгүрүк болады. Төгүрүктү төк деп кыскартып жазамыз. Мугалимдерин колунда канча акча бар? Санайык. 10, 20, 30, 40, 50. Менде 50 төгүрүк бар экен. Будан 20 төгүрүктү алсам, неше төгүрүк калады? 30 төгүрүк калады. Келесі тапсырмамызды орындайык. Агасы мен карындашынын жыйнаган акчасын санайык. Агасы мен карындашынын жыйнаган акчасын көрсөтейин. 5 төгүрүктү 1 4-бурчпен бейнелейин. Агасында неше төгүрүк болгон? Сандарды косуңдар. 5, 10,
15, 20, 25. Ағасында біз бестік сомадан нешеу болды? Бесеу болған. Бестік сомамыз 25 төгірік болады. Қарындасында неше төгірік бар? Мұғалімдердің тақтаға тағы бір төртбұрыш қойды. Бір төртбұрышпен 5 төгірікті бейнелеген болсақ, қарындасында неше төгірік болған? 5 төгірік. Қарындасында 5 төгірік болса, біз нені табамыз? Ағасында 25 төгірік, қарындасында 5 төгірік бар болса, нені табамыз? Ағасы мен қарындасында барлығы неше төгірік болған? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Мұны дәптерімізге жазайық. 25 төгірікке 5 төгірікті қоссақ, 30 төгірік. Ағасы мен қарындасында барлығы 30 төгірік болған. Ағасының ақшасы нешемен артық екенін табайық. Ағасында 25 төгірік бар, қарындасында 5 төгірік бар болса, ағасының ақшасы нешемен артық? 5, 10, 15, 20. Жиырма бестен 5-ті азайтқанда 20 шығады. Демек, ағасы қарындасынан 20 төгірікпен артық екен. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Мұғалімдерің үй тапсырмасын берсін. Düz ішіндегі сандарды 10-10-мен арттырып, кемітіп санап үйреніңдер. Сау болыңдар балалар.